Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құлпынайлы сүзбеден дайындалған осындай галетаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік және тез дайындалатын оңай рецепт деп айтсам болады. Осы галетамызға қажетті заттардың барлығын астына жазып қалдырамын. Маған тіркеліп, үлпіл басуды ұмытпаңыздар және пікірге қандай рецепт шығарғанымды қалайсыздар, соны жазып кетсеңіздер бірге дайындаймыз. Ал ендеше кеттік, бастайық. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқыш және тұзымызды салып бір араластырып аламыз және одан кейін оның үстіне суық, сапасы жоғары сары майды салып ұсақ үгінді жасаймыз. Сіздер білесіздер, мен әрдайым президент майын ғана қолданамын, яғни сапасы жоғары, құрамы таза май. Ұсақ үгінді жасап алдық. Енді осының үстіне қантты ұнтағымызды саламыз, бір араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сүзбемізді саламыз, қаймағымызды және жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымызды целлофан пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Яғни қамырымыз қатайып, иі қануы қажет. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына осында рикотта сырын пайдаланамыз. Осы рикоттаның үстіне қант ұнтағын саламыз, кукуруза крахмалын және дәміне қарай дәм беру үшін ваниль пастасы немесе апельсин цедрасын саламыз және жұмыртқаның сарысын салып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салмамыздың бір бөлігі дайын, енді екінші бөлігін дайындаймыз, яғни құлпынайларымызды кесіп дайындап аламыз. Құлпынайымыздың жасыл шөптерін алып тастап, екіге бөліп шығамыз, барлық құлпынайды. Мінекей қамырымызда жарты сағат тұрды, қатайып, бір қалыпқа келді. Енді қамырымызды ұнымыздың көмегімен жайып аламыз. Бәлішіміздің қамырын шамамен диаметрі 28-29 см етіп жайып аламыз. Яғни біздің қамырымыз қалыңда болмау керек және жұқада болмау керек. Тура видеодағыдай қалыңдығы сондай болғаны жөн. Енді осы жайып алған қамырымыздың ортасына бағанағы рикоттадан дайындаған салмамызды салып шығамыз. Салмамызды біздің мынау бортиктарына жеткізбейміз, яғни қабырғаларына жеткізбей салып шығамыз. Оның үстіне кесілген құлпынайларымызды орналастырып шығамыз. Тура видеодағыдай жасағандарыңыз жөн. Не үшін жеткізбейміз? Себебі біз барлық құлпынайды орналастырғаннан кейін бәлішіміздің қабырғаларын, яғни бортиктарын біздің құлпынайымызға қарай тура видеодағыдай бірін-біріне жабыстыра отырып жауып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысынан қалған ағына бір шай қасықтай сүтімізді қосып, жақсылап араластырып алып, галетамыздың жиектерін, яғни қабырғаларын жағып шығамыз. Жиектерін жағып болғаннан кейін, енді осының үстінен миндаль жапырақшаларын сепсеңіздер болады, ол әдемілік береді. Жоқ болса, себудің қажеті жоқ. Енді осы дайын болған галетамызды қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің галетамыз дайын болды, қызарып, өте әдемі болып шыққан. Енді бөлме температурасында суығанша ұстаймыз. Тіпті тоңазытқышқа бір түнге қалдырсаңыздар, одан да нәзігірек болып шығады. Бірден ыстық күйінде кеспеңіздер, суығаннан кейін барып кескендеріңіз жөн. Жалпы галетаны осы күйінде жей берсеңіздер де болады, немесе мен сияқты балмұздақпен жесеңіздер, одан да нәзігірек болады, одан да дәмдірек болады. Осымен біздің галетамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп үлпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.